Шаршадым, шаршадым, достар. Мені өйстіп отырғызып қояды да өздері кетіп қалады жан жаққа. Сөйтіп отырам, диваннан түсе алмайм, су іше алмайм. Мен үлкен болғым келеді. Мен өткенде аялап шемше көріп атқан, соткадан көріп атқан еді. Содан көріп ем бір анандай сиқырлы кемпірді шақырып, сол кемпірге мен үлкен қылыш деп айтып көрсем бола ма екен, а? Достар, қалай болады екен? Енді не істеймін, шақырайын ба? Ақалай, мақалай. Шу! Қыз, сен мені шақырдың ғой. Сенің арманың бар. Маған айта қойышқан. Сенің бар тілегіңді мен орындаймын. Сен жаңа менің арманым үлкен болсам деп армандадың ба? Мен сенің арманыңды орындаймын. Сен кішкентай болудан жалықтың ба? Ақалай, мақалай. Бірақ сен келінді қайтып орныма әкел деп айтпайсың. Естің бе? Кеттің онда. Опа, супа, халай, мақалай. Усу. Айттым мен саған, осындай үлкен болғың келді ма? Әне сені айналдырдым үлкенге. Мен сенің бар арманыңды орындадым, дұрыс па? Енді мен өз үйіме қайттым. Қайта берейін ба? Кеттім онда. Мен сабаққа барам. Мен сосын ойнайын. Мен шашым бар. Өскен қолымдан өскеккен, аяқтан өскеккен, тісімде өскеккен. Періште сен бірінші. Mana dostlar, qarаңыз, күшті ме? Енді банан жасайын. Кызыл перец, купонай, банан, еще су. Тогда стима достать. Пиашасы. Мен біттім, болды мен планшет көрем, жады көрем. Достар, мен қонжу алғам.
Ne bahset koyayım. Ben kurbanı ederim. Ana cana şey. Ana agar bir şarkı için. Senin sana nisten tipim gel. Kız, beni tағы шақырдың ба? Ya. Niye mаған тыныштық бермей қойдың сен? Тағы не болды? Meni dağılsın. Дәу қыз болғың келе ма тағы да? Мынау болмады ма? Ya. Одан да үлкен болғың келіп жатыр ма? Сенің енді 2 тілегің қалды. Тағы бір үлкен қыз болсаң, одан кейін 1 тілегің қалады. Одан кейінгі тілек орындалмайды. 3 тілек орындалады. Сол үшін ойлан. Жарайды ма? Ya. Ал кеттік онда. Ахалай, махалай. Сен үлкен қызға айналдырам. Сұп! Арманың орындалды ма? Көрдің ба? Қандай үлкен қылып жібердім мен сені. Енді қыз, бір арманың қалды. Содан кейінгі арманыңда мен келмеймін. Ең соңғы арманыңда не орындайтыныңды әдемілеп ойланып бар мені шақыр. Ал олай болса мен кеттім. Сау бол. Достар, мен бағанағыдан 2 есе үлкен болып кеттім ғой. Мен 5-ші класс оқимын өзі. Мен примерно 6-5 сондай класс оқитын шығармын. Қазір мамам келсе мені танимын екен. Не істеймін ма? Мамам мен жұмсай беретін шығар. Көреміз енді мақұл. Кеттік. Мен бөлім ба? Мен осы жерде өмір сүремін ғой, значит. Мына жерде кітаптар деген тола ғой. Мен бәрін мен оқимын ба? Мен болашаққа түскеттім-ау. Ой, мыналардың бәрін қалай оқимын мен? Сабаққа да бармадым әлі. Мен сумкамды ашып көрейін. Қандай сабақтар, кітаптар бар екен. Ертең қандай күн өзі? Қай жыл? Математика? Орыс тілі? Ағылшын? Мана күнделігім бар. Ма, достарына болмайды. Мен осыдан 2 есе өсем ба, либо қайтадан Мединаға оралайын ба? Бағана Мыстан кемпір айтқандай, менде бірақ таңдау болып тұр, бір арман. Қайсысын таңдасам болады? Қиын таңдау, достар. Кәні математиканы ашып көрейікші. Ола, не деген есептер? Мен болашақта осындай есептер шығарам ба? Мен бәрін қалай түсінемін мен? Қазірдің өзінде еш нәрсе білмесем, қалай болады екен енді? Олар орыс тілі. Еще бәрі қапталған, ой. Ма, достар, мен қайттан Мединаға айналам, ау деймін өзімнің кішкентай кезімдегі. Қазір Мыстан кемпірді шақырайын. Мыстан кемпірге, Аладдин, Саладин, ахалай, махалай. Ей, қыз, неге мені шақыра бердің сен? Осы мен 3-ші рет шақырдың, ең соңғы тілегің. Біліп ал, естің ба? Мені бір жатқызбадыңдар ғой, қыздар. Неге жатқызбайсыңдар мені? Менің де тыныштықта ұйықтағым кеп тұр ғой. Не дейсің енді? Мен қайта кішкентай кезінде Мединаға айналғым келеді. Неге? Маған ұнамады ма? Ей, өзің жүресің, өзің күлесің. Не істеймін, не қоям десең, бәрін өзің білесің ғой. Не қылсын? Мен кейін сабақтардың бәрін қалай оқимын, мен түсінбеймін. Мамам қасында жатқым келеді. Бірден өсіп, сабаққа барып, бітіріп, үлкен қыз болмайсың одан да. Жоқ, мені қайттан кішкентай Мединаға Ең соңғы арманың? Иә. Ойландың ба? Иә. Олай болса,
Кетті. Мақалай, мақалай. Ура, достар, мен өз қалпыма келдім. Ана өмірді көрдім, өте қиын екен. Мыстан кейін бір саған рахмет, көп. Анамның құшағында жататын болдым. Ал достар, осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге міндетті түрде ұнады деген ойдамыз. Біздің арнамызға лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.